Сәлеметсіздер ме? Мен Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлық техникалық колледжінің оқытушысы Лекерова Жансая Жанахметовна. Пән өзін-өзі тану. Тақырып отбасы руханилықтың көзі. Мақсаты отбасылық құндылықтар жөніндегі түсініктерін кеңейту. Міндеті отбасылық құндылықтарды сақтап, оны жалғастыруды дұрыс әрекет құндылығы негізінде ұғындыру. Жақындарына, туған-туысқандарына құрмет, сыйластық сезімдерін дамыту. Қайырымдылыққа, қамқорлыққа, жауапкершілікке тәрбиелеу. Біз бүгінгі сабағымызда осы мақсат міндеттерді біле отырып сабағымызды жалғастырамыз. Қазіргі бізде әдеттегідей жағымды күйге келу, яғни тыныштық сәті. Тыныштық сәті орманға саяхат. Арқаларыңызды тік ұстап отырыңыздар. Көздеріңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Әр тыныс алғаныңызда өзіңізді тыныш сезінуге тырысыңыз. Сіз сыныптың есігіне жақындадыңыз. Есікті ашып, дәлізбен келе жатырсыз. Далаға шықтыңыз. Таза ауаны жұтып, самал жел мен күн нұрының сіздің бетіңізді жылытқанын сездіңіз. Орманға қарай жүріңіз. Абайлаңыз, жолыңыздағы жәндіктерді басып кетпеңіз. 1 минутқа тоқтап, айналаңызға қараңыз. Табиғаттың сұлулығы мен тазалығын сезініңіз. Жаныңыздағы гүлдердің біріне келіп, сәл иіліп, мұқият қараңыз. Қандай нәзік. Оны иіскеп, хош иісін сезініңіз. Айналаңызға зер салып, ары қарай жүріңіз. Гүлдер мен ағаштардың хош иісі, құстардың әні және жәндіктердің баяу үні. Орманда жүріп, ағаштардың көптігіне, жақындаған сайын биіктей беретіндігіне назар аударыңыз. Күн көзі сізге жапырақтар арасынан сығалап, жасырын бақ ойнағандай оның сылдырын естіңіз. Орманда біз өзімізді бақытты және қауіпсіз сезінеміз. Жазыққа шығып, бірнеше минут тынығыңыз. Өзіңіз бір сәт саясында отырғыңыз келген бір ағашты таңдаңыз. Ағаштың жанына келіп, оны құшақтаңыз. Қандай мықты ағаш. Оның күштілігі мен ондағы өмір қуатын сезініңіз. Енді оның түбіне арқаңызды сүйеп отырыңыз. Көзіңізді жұмып, терең тыныс алып, сөзді қоршаған ішкі тыныштық пен үнсіздікті сезініңіз. Біз жеңілдік пен бақытты сезінеміз. Қандай таңғажайып табиғат. Біз барлық тіршілік иесін қалай аялап, сүюіміз керек екенін түсінеміз. Енді бұл сіздің ағашыңыз. Кез келген уақытта осында келе аласыз. Мектепке қайта оралуға әзірленіңіз. Орныңыздан тұрып, айналаңызға тағы да мұқият қараңыз. Жәндіктерді басып кетпей, келген жолыңызбен қайтадан мектепке оралыңыз. Міне, мектептің ауласына жеттік. Айналаңызға тағы қарап, терең тыныс алып, есікті ашып, ішке кіріңіз де орныңызға келіңіз. Осы тыныштық пен қанағат сезімін сақтаңыз. Көзіңізді ашып, күлімсіреңіз. Яғни, біз тыныштық сәтін өткіздік. Жағымды көңіл күймен тыныштық сәтімізді аяқтадық. Ендеше, қандай сезімде болдыңыздар? Көз алдарыңызға елестетіңіздерші. Табиғаттың сұлулығы мен тазалығы көз алдыңызға елестеді ме? Елестеді, Ендеше, қорытындыласақ, олай болса, адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Сондықтан халқымызда жер ана деген егіз ұғым қалыптасқан. Ендеше, дұрыс әрекет ете отырып, табиғатты қорғап, қамқорлық көрсетіп, зиян келтірмеуіміз керек. Бүгінгі сабақтың тақырыбы, яғни отбасы руханилықтың көзі. Есімізге түсіріп кетсек, осы өзін-өзі тану пәнінің авторы, ол бізде Сара Алпысқызы Назарбаева, қоғам қайраткері, экономист, Бөбек балалар қорының негізін қалаушы және өзін-өзі тану рухани адамгершілік құндылықтарды
жаңғырту бойынша жаңа білім беру бағдарламасының авторы. Отбасы руханилықтың көзі. Отбасы дегеніміз кім? Отбасыға кімдер жатады? Яғни отбасында қандай қызмет атқаруымыз керек бойынша біз бүгін білеміз сабағымызда. Ендеше отбасы дегеніміз ол адамға өмірде ең қымбаты отбасы. Отбасында сүйіспеншілік, сыйластық, татулық, бауырмалдық болғанда бірлік болады. Бірін бірі аялап кешіре білгенде отбасы берік болатыны анық. Яғни баланың алғашқы тәрбие алатын орны отбасы. Отбасында баланың мінез құлқы, әдет дағдысы қалыптасады. Еліміздің ертеңгі ұлт тізгінін ұстар жастарымыздың тәрбиесіне аса мән беру біздің негізгі мақсатымыз. Яғни отбасы алдағы уақытта әрбір бала, әрбір ата-ана өзінің отбасында қандай міндетін атқару керек, қалай қызмет ету керек екенін, баланың ата-анаға деген мейірімділігі, ата-ананың сыйласуы осы біз тақырыпта білеміз. Бізде бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі, яғни отбасының сәні сыйластық, достың сәні қимастық. Халық мақалы. Отбасының екі тірегі ол бізде әлпештеген әке мен аялаған ана. Ата-анаға үлкенге қызмет етіп, әкенің еңбегін, ананың ақ сүтін өтеу біздің борышымыз. Отбасына адал, шынайы беріліп қызмет етулері арқылы бүкіл адамзаттың сүйіспеншілігіне бөлінеміз. Ендеше әрқашанда отбасымыздағы міндеттерімізді ұмытпауымыз керек. Бүгінгі біздің әңгімеміз отбасы татулығы. Яғни отбасы татулығының әңгімесінде не айтылған екен түсініп отырайық. Баяғыда бір үлкен отбасы өмір сүріпті. Отбасындағы адамдар саны өте көп екен. Бір қауым ел болып бірге тұрыпты. Ол отбасы ерекше екен. Отбасының өзара келісімі де, татулыққа өмір сүруі елді таң қалдырады. Оларда ұрыс керіс, дау жанжал деген артымен болмайды екен. Бұл отбасы жайлы патшаның құлағына да жетеді. Патша естігеннің ақ қарасын анықтау үшін ауылға келеді. Ауыл тап-таза, барлығы да жеткілікті, тыныштық пен береке қонған. Патшаның көңілі толып, ерекше бір шаттыққа бөленеді. Сыйластығы жарасқан бақытты отбасында қариялардың орны төрде, уайым қайғысыз. Балалары бақытты, мәз-мейрам екен. Бұған патша таң-тамаша болады. Отбасының қалайша бақытты, тату-тәтті өмір сүруінің мәнісін білгісі келеді. Ол ауыл ақсақалына келіп, отбасындағы татулық пен бірлікке қалай жеткендерін айтуын өтінеді. Қарт үнсіз ғана 100 рет сүйіспеншілік, 100 рет кешірім, 100 рет татулық, 100 рет бірлік деп қағазға мұқият жазып шығады. Осы сөзді оқыған патша таң қалып, осы па? Иә, деді ақсақал. Барлық жақсы отбасылар тек осы қасиеттерден құралады деді, сәл ойланып, бауырмалдық және шыдамдылық деген сөздерді қосып қойды. Яғни, ендеше біз осы әңгімемізде мынандай сұрақтар туындайды. Әңгімеден өздеріне қандай ой түйдіңіздер? Отбасындағы татулық пен бірлік болу үшін қандай құндылықтар қажет? Өздерінің отбасыларын қандай қасиеттерден құралған? Отбасындағы сүйіспеншілік пен татулықтың орнауына өздерің қандай үлес қосып жүрсіңдер? Әңгімелеп беріңіздер. Өздеріңіз ойланыңыздар, қандай міндетті атқарып жүрсіздер отбасыларыңызда? Дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар сұрақты. Ары қарай біздің сабағымызда шығармашылық жұмыс. Яғни шығармашылық жұмыс дегеніміз әркім өз дәптерлеріне осы тақырыпқа байланысты ой түйіндемелерін жазады. Бірінші тапсырмамыз ол бізде берілген сұрақтарды қатыстыра отырып эссе жазамыз. Сұрақтың отбасында қандай ағасыз, қандай іні, қандай қарындассыз? Ағалыққа тұрарлық қандай іс-әрекеттер жасап жүрсіз? Лайықты іні болып жүрсіз бе? Екінші тапсырмада Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясынан берілген үзіндіні оқып, ондағы ананың бойындағы руханилық жайлы әңгімелеу қажет. Семей қаласында 3 жыл оқып, жайлаудағы әке үйіне кешкіре жеткен 13 жасар шәкірт бала Абай арттан